Өлімінен соң 5 күн өтіп үйіне қайтқан адам. Видеомыз кеңінен таралу үшін бейне астындағы бір ғана лайк түймесін басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Менің Рүстем деген жорам бар еді. Оның әкесі көбінше Россияға жұмыс істеуге кететін еді. Ол адам өте иманды кісі еді. Ол кісінің аты Батыр еді. Батыр аға 6 айға 1 жылға Россияға жұмыс істеуге кететін еді. Келгеннен соң болса, барша көршілерге сыйлықтар алып келетін еді. Сол кездері телефон барлық үйде де болмайтын еді. Біздің ауылда тек қана Рүстемнің үйінде телефон бар еді. Бір күні Рүстемнің үйінде екеуміз сабақ дайындап жатқанымызда телефон шырылдап қалды. Рүстемнің анасы телефон тұтқасын алуға жүгірді. Барып алғаннан соң біраз уақыт өтіп, анасы «Ылтымас, ондай демең, болуы мүмкін емес» деп жылап құлап қалды. Біз болса сол кезде сабақ қылумен әуре едік. Кейін білсек, Батыр аға жұмыс істеп жатқан жерде диван құлап, Батыр ағаның үстіне құлап, ол кісі қайтыс болыпты. Содан кейін Рүстемнің ағалары барып, Батыр ағаны самолетпен мәйітін алып келді. Табытты аэропорттан үлкен машинаға жүктеп, үйлеріне дейін алып келді. Табыт дарвазадан үйге алып кірілді. Оны ашудан бұрын мәйітті жуушы шақырылды. Мәйіт жуушы жетіп келгенше барлығы оны күтіп тұрды. Барлық ағайын туыстың көзінде жас. Ал мәйіт жуушы да жетіп келді. Ең қорқынышты оқиға табытты ашқаннан кейін болды. Мәйіт танып болмайтын дәрежеде езіліп кеткен еді. Оны жуудың сірә лажы жоқ еді. Оны бір амалдап капандады. Соң жаназа намазы оқылды. Мәйітті көму үшін барлығымыз жолға шықтық. Жолға шығардың екенбіз, бәріміздің қиялымызда бір сұрақ. Бишараның балалары жетім қалды. Олардың тағдыры енді не болады? Зиратқа да жетіп келдік. Мәйіт сол дәрежеде езіліп кеткен, капан да қып-қызыл қан болды. Бір амалдап мәйітті көмдік. Барлығымыз үй-үйімізге тарқадық. Арадан 3 күн өтіп, Рүстем жорамның үйіне бардым. Дарвазадан кірсем, үлкен ауыл босап қалған. Әрбір адамның өзінің орны болады екен. Рүстем жорам шықты. Бишара жорама қарап, көңілім бұзылып кетті. Жораммен бірге отырып, азырақ сөйлесіп, соң үйге қайттым. Батыр ағаның жаназасынан 5 күн өткеннен кейін ауылда бір әңгіме таралды. Не екен? Батыр аға тіріліп үйіне қайтып келіпті. Сенбедім. Болуы мүмкін емес. Өйткені ол танып болмайтын дәрежеде езіліп кеткен еді. Өз қолымызбен зиратқа қойдық. Адамдардың әңгіме сөзіне сенбей жорамның үйіне бардым. Не көзбенен қарайын, Батыр аға тірі, бәр жері сапсау. Күліп, мені күтіп алды. Кейін білсек, Батыр аға істейтін жерде жер қимылдаған. Сол жерде қасындағы адамның үстіне диван құлаған. Ал Батыр аға дәрігерлерді шақыруға бара жатқанда жолда Батыр ағаны машина соғып кеткен. Батыр ағаны ұрып жіберген адам Батыр ағаны машинаға салып ауруханаға алып барған. Ал Батыр аға болса 2 күннен кейін өзіне келген. Бұл арада сол жерде істейтін адамдар диван басып қалған адамды Батыр аға деп ойлап, Рүстемнің үйіне телефон соғып болған жағдайды айтқан.
Рүстемнің ағалары Батыр аға жұмыс істейтін жерге барып табытты алып келгенше Батыр аға жұмыс жайына бара алмаған. Батыр аға өзіне келіп, болған жағдайдың барлығын білгеннен кейін жылдамдықпенен самолетқа отырып өз үйіне қайтқан. Батыр аға үйіне қайтқанда бағанағы адамның жаназасы болған. Содан кейін Батыр аға тіріліп үйіне қайтыпты деген әңгіме таралған. Құрметті көрермендер, видеоролигіміз сіздерге ұнаған болса, бейне астындағы бір ғана лайк түймесін басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Өзіңізді сақтаңыз, сау саламат болыңыз.